Барлықтарыңызға сәлем. Мен өзімнің жан құрбымның басынан өткен оқиғасымен бөліскім келеді. Ол кезде біз мектеп оқитын едік. Шамамен жасымыз 15-16 жастамыз. Құрбымның есімін Лаура деп алайын, негізі аты Лаура емес. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Басқалардың жасаған қателіктерінен өзге адамдар сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Видеоны соңына дейін көріңіздер, тыңдаңыздар. Ол кезде жасымыз 15-16-да, оның өзінен 6 жасқа үлкен сестрасы болды, яғни тәтесі, апасы дейма, сондай болды. Ол апасы сол кезде тұрмысқа шықты. Бір күнінде біз сабақтан үйге қарай бара жатқан кезде остановкада тұрдық екеумізде. Сөйтіп машинамен жездесі келді қасына. Жүр үйге, мен сені апарып тастайын машинамен, подружкаңмен деді да. Мені өз үйіме әкеліп тастап кетті. Ал ары қаратай жаңағы основной кейіпкер подругамды үйіне алып кетті. Енді по дороге бара жатырмыз деп подружкамды үйіне алып барды. Ол сол апасы екеуі тұратын үйге алып барған. Бұл әңгімені маған құрбым өзі айтып берген. Қазір мен бұл құрбыммен әлі де араласамын. Мен сіздерге әңгіменің соңына қарай ол қыздың тағдыры не болды, ол қазір енді жас емес біз. Сөйтіп жаңағы машинасына отырғызып алып, сабағын қалай өтті, бүгінгі күнің қалай өтті деп жаңағы подругама өзінің көңілін бөлетіндігін. Сөйтіп ол машинаның алдыңғы орындығында отырды. Сөйтіп айтты, мен үйге соғып кетейін. Үйде бір затым қалып кетті. Сестран айтып еді, ала кел деп жұмысыма деп деді. Сөйтіп жарайды деп ойымда ештеңе жоқ, келістім дейді құрбым. Сөйтіп оған айтты, сен осы жерде отыра тұр, мен қазір келем деп. Сөйтіп жаңағы жездесі, ол жаңа ас бөлмеде кухняда столда отырды ғой қыз, подругам. Ол жездесі соған қарама-қарсы келіп отырып, одан ұзаққа көзін алмай отырады екен. Сөйтіп алмай отырады да, қолынан ұстап, орнынан тұрғызып, одан кейін оны мойындарынан сүйіп, бетінен сүйіп, жаңағы енді білесіздер ғой, 16 жастағы қыз ер адамның вниманиясын күтеді, тем более ол қызға отбасында дұрыс внимания көрсетілмеген. Сөйтіп жаңағы жездесімен екеуі, жездесі оны көтеріп алып ұйықтайтын бөлмеге алып кетеді. Арғатай не болғанын өздеріңіз түсініп жатқан боларсыздар. Сөйтіп ол екеуі бір төсекте жатты. Екеуі де мәз, бір-бірін күшті сезінді. Жездесі, мен қазір үйге апарып тастаймын, киіне бер деп екеуі киініп бастап, жездесі екеуі үйге барады, апасы да үйде болады сол кезде. Сөйтіп апасы мен жездесі өздерінің бөлмелеріне кіріп кетеді. Ал жаңағы подругам солардың бөлмелерінің қасында бөлмеде, жаңағыдай қасында болады оның бөлмесі. Ол өзінің апасына осындай қастандық жасағысы да, оны екеуі іштерінде сақтауды жөн көреді. Сестраларына ештеңе деп айтпайды, бұл сестрасына, анау әйеліне яғни. Сөйтіп жаңағы сестрасы жоқ кезде екеуі ылғи да кездесіп жүреді. Әуелде барған квартиралары ол жаңа жездесіні завод етіп жатқан, арендаға беретін пәтер, суточный берілетін. Сөйтіп екеуі сестрасы жоқта сол суточный квартираға ылғи барып тұратын еді. Бір күні ол аяғының ауыр екенін біледі жаңағы жездесінен. Бірақ жездесі оған айтады, алдырма, мен енді әпкеңе айтпасақ да, мен балаға қарайласамын дейді. Бірақ бұл қыздың әкесі болмады, тек қана анасы болды. Бұларды осы күнге дейін бағып қақты, бірақ анасы қазір кішкентай қызбен өзі ауылда тұрады да. Ал бұл мектеп оқушысы жаңағы мен подружкамды сестрасына жіберген. Күйеуге шыққаннан кейін сестрасы қалада тұрсын, дамысын, өссін, өркендесін деп қалаға жіберген ғой подругамды, Лаураны. Сөйтіп жарайды, күндердің күнінде жаңағы аяғы ауыр екенін сезеді, біледі, бірақ ол алдыртамын деп шешеді. Бірақ дәрігерлер айтады, осыдан кейін алдырсаң, сен енді бала көтере алмауың мүмкін дейді. Жарайды, дегенмен де баласын алдырам деп шешеді Лаура, баласын алдырады. Бірақ жездесімен кездесуін әлі де тоқтатпайды. Қандай күшті айналасында керемет, жағдай жақсы жігіттер болса да, құдды бір сол жездесі Лаураны дуалап алғандай. Бір күні сол суточный квартирадан шығып келе жатқан кезде Лаура жездесі екеуі сол үйге, яғни жилой комплекске
Лаураның сестрасы бар ғой, соның подружкасы кіріп келе жатқанда екеуін бірге көріп қалады. Амандасып Лаурамен, жаңағы Лаураның жездесімен сөйтіп не істеп жүрсіңдер деп сұраған кезде, мен Лаураны сабақтан алып шығып бара жатыр едім, мында труба жарылып қалды деп, соған жаңа кіріп шықтым, Лаура сыртта күтіп тұр деп ақтала кетті жездем деп оған айтып жатыр ғой Лаура. Сөйтіп жарайды, ештеңе емес, әпкеме ештеңе жеткізген жоқ ешкім, әпкем әлі де ештеңе білмейді, өзін керемет бақытты 3 баланың анасы, күйеуінің сүйікті әйелі деп әлі өзін есептеп жүр. Негізінде көп еркектер осылай сырттан жылулық іздейді. Бала-шағадан әйел шаршайды, сөйтіп жылуды еркек әйелінен көрмегеннен кейін, әйелдің энергиясы болмағаннан кейін, еркек энергияны сырттан, жас қыздардан іздейді. Әрине білем, менің жасаған іс-әрекетім, яғни жездеммен болып жүргенім дұрыс емес екендігін, бірақ бұл табиғат, өмірдің заңдылығы дейма. Мен де өзіме ерік бере алмаймын. Жездем құдды бір басқа еркектерге қарағанда нағыз ердің, нағыз еркектің символы ретінде, нағыз қуатты, керемет еркек ретінде көремін. Мен өзімнің қызығымды осы жездеме арнағанмын. Жездемнен басқа мен ешқандай ер адамды әлі күнге дейін өзіме жақындатқан емеспін. Я, білем, жездем екеуміздің махаббатымыздың ешқандай болашағы жоқ екендігін, мүмкін жездем мені сүйікті әйел ретінде көрмейтін шығар, мүмкін ол мені тек төсек қатынасындағы партнер ретінде ғана көретін шығар. Маған бәрібір, менің қазір жасым 17-де, мен биыл 11-ші сынып оқушысымын. Құдай қаласа 11-ші сынып бітіріп, осы қалаға жоғары оқу орнына түсемін деген менде арман мақсаттарым бар. Айналамда жігіттер жоқ емес, өте көп, бірақ ешкімді мен өзімнің қасына жолатқым келмейді. Өзімді басқа еркектермен ластағым келмейді. Ал әпкем екеуміздің болса қарым-қатынасымыз өте жақсы. Әрине, мен оны онша қатты жақтыра қоймаймын, себебі оның үйіне барсаң ылғи да айғайлап, солай шығады. Мен әрине бірге тұрып жатырмын әпкеммен, жездеммен. Былай әпкем, жездем екеуміздің арамызда ешқандай жаңағындай бақылайтындай, анайы немесе ерсі қылықтарды бақылаған емес. Себебі жездем екеуміз ешкімге ештеңе білдірмейміз деген ойдамыз. Білмеймін біздің махаббатымыз қанша уақытқа жалғасатынын, ұласатынын қанша уақытқа, бірақ сонда да біз махаббатымызға сенеміз. Және де бәрі жақсы болса әлі де бірге боламыз деген ойдамыз деп жүрген кезде Лаураны басқа жігіт алып қашып кетеді. Басқа жігіт алып қашып кетіп, ол сол шаңырақта қалады. Сол қалада ол оқуға түседі, университетке түсе алмай, бал жетпей медициналық колледжге түседі. Сол колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа шығады. Оның 3 баласы бар. Ол да қазір бақытты ана. Өмір бумеранг. Мүмкін оның да күйеуі оған измена жасап жүрген болар. Бірақ ол бізге белгісіз деп Лаура өз әңгімесін аяқтады. Ары қарай не болғанын мен білмеймін, себебі қазір соңғы 1 жылда біз Лаура екеуміз арамыздағы байланысымыз үзілді. Ол басқа қалаға көшіп кетті, мен мүлдем басқа қаладамын деп кейіпкер өз әңгімесін тәмамдады. Лаура жайлы, оның жасаған жездесі екеуінің іс-әрекеттері жайлы өзіңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осымен видео аяқталды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Біреудің жасаған қателігінен сабақ алыңыздар. Күйеуі бар әйелмен, әйелі бар еркекпен жүрудің қажеті жоқ. Адал жүріп, адал тұрыңыздар.